Неге біреудің ризығы аз, біреудікі көп? Алла тағала өзі қалаған кейбір пенделерін мал-мүлік, байлық, дәулетке кенелтіп, қайсы біріне кедейліктің қамытын кигізеді. Бұған қоса адамның білімінің, тәжірибесінің, еңбегінің де байлыққа қол жеткізу үшін керекті себеп екенін ұмытпағанымыз жөн. Бірақ бай болу үшін адамның бұл қасиеттерге ие болуы жеткілікті емес. Өйткені Алла тағала дүние мүлікке ие болудың барлық себептері мен шарттарын орындап, күндіз-түні зыр жүгірген адамға байлық бермеуі де мүмкін. Яғни бұл тұста пешене ризық мәселелерін де ескерген жөн. Әрбір адам мол ризыққа несібеге жету үшін қолынан келер бар іс-әрекеті жасауы тиіс. Сосын Раббысының нәсіп еткен азды көпті үлесіне разы болып, соған қанағат етуі ләзім. Байлықты әрдайым Алланың құлдарына берген жақсылығы деп түсінбеуіміз қажет. Оның құлдарына берген байлығы да, кедейлігі де сынақ. Құран кәрімде сендердің малдарың да, балаларың да сынақ ретінде берілді делінеді. Байлыққа қол жеткізу бақытқа кенелу деген сөз емес. Бай бола тұра, жан дүниесі байыз таппай, бақытсыздықтан басы қатып тіпті өздеріне қол жұмсаған адамдар да аз емес. Қаншама байлар кедейдің бір күнгі алаңсыз бақыты өміріне зар. Тіпті сол бақытты бір-ақ күн үшін барлық дүниесін бере салуға пейіл. Қара нан мен қара шайды қайғысыз ішкен қанағатшыл кедейдің қол жеткізген рахаты мен ләззатын дәулетті кісілердің көбі небір тәтті мен дәмдіні жесе де қол жеткізе алмай жатады. Бірақ кедейлікті де бақытқа жетудің төте жолы деп түсініп қалмайық. Кедейліктің салдарынан басын тастан тасқа ұрып, өмірден түңілген жандар қаншама. Демек, байлық та, кедейлік те адамды бақытты ететін негізгі себептер емес. Себебі адам тек асқазаннан ғана тұратын жаратылыс емес. Оның рухы, жүрегі, ішкі сезімдері, ар-ожданы бар. Негізінде адам баласын басқа жаратылыстардан үстем ететін ерекшеліктері де адамның міне осы жақтары. Адам баласының осы ішкі рухани жан дүниесі қанағаттандырылмайынша, бүкіл әлемді жалғыз өзі уысында ұстаса да, оның бақыты бәрібір баянсыз, күлкісі жалған. Кез келген адам өзінен де жағдайы жақсы адамды өмірде кездестірері шындық. Сонда әлгі адам өз басына жетерлік жағдайы болса да, ана адамға қарағанда өзінің кедейлеу болғанын ойлап, ішін әлде бір қызғаныш тырмалап, өз-өзін кедей санап, Құдайға назалану мүмкін. Ал ана бай, өзінен де бай басқа адамды көріп, ол да бәсекелестік пен қызғанышқа шырмалуы ықтимал. Алайда өздерінен де төмен жағдайдағы адамдарға бір сәт көз тастап, өзіне берілген жақсылықтарға ой жүгіртсе, Құдайға мұң шағуды қойып, шүкіршілікке бет бұрар еді. Адам көбінесе есепсіз Құдай тағаланың берген теңдесі жоқ өз бойындағы байлықтан хабарсыз. Зағип адам ешқашан үйдің тарлығын айтып шағымданбайды. Япырай, көз деген айналайын, басқа ешбір байлықтан өлшенбейтін Құдайдың берген керемет сыйы екен ғой. Мен мұны неліктен ерте сезінбеді екенмін деп, Құдайдан жатса да тұрса да, басқа дүниені емес, тек көзінің аюғын тілейді. Ашаршылыққа душар болған жұртта, шіркін бір үзім нан болса ғой деп аңсайды. Ол алтын мен күмісті, яки жақсы машинаны емес, тек соны тілейді. Демек, кедейлік пен байлық адамның өз жүрегіндегі қанағат сандығында жатыр. Байлық та кедейлік те өзгелерге қарап өлшенгендіктен, бұлардың бәрі салыстырмалы түрде болмақ. Пайғамбарымыз бір хадисінде, өздеріңнен көп берілгендерге емес, аз берілгендерге қараңдар. Сонда ғана
Алла тағаланың сендерге нәсіп еткен нығметтердің қадір қасиетін ұғынасыңдар деген. Алла тағала барлық құлдарын неліктен бірдей бай етіп жаратпаған деу де орынсыз. Өйткені жалпы жаратылыстың өзі позитив пен негатив жүйеден құралған. Тоқтағы минус плюс, бұлттардағы негатив позитив ағымдары және қатты жұмсақ, суық ыстық, қараңғы жарық, әйел еркек сияқты көптеген мысал келтіруге болады. Ғаламның негізгі бір бөлшегі саналатын адамзат та ғаламдағы осы кереғар заңдылыққа бағынуы тиіс. Сөйтіп қоғамның бір тұтастығы өзара үйлесімділігі сақталады. Қоғамдағы әрбір тұлға басқа бір тұлғамен бірігіп, селбескенде ғана өз қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Барлық адам басшы болып кетсе, кім-кімге басшылық етіп, кім-кімге жұмыс істемек. Міне сондықтан қоғамда біреуі басшы болса, екінші бірі соған тәуелді жұмысшы. Енді бірі дәрігер болса, басқа бірі ауырып, ем қабылдайды. Бұлардың бәрі табиғи түрде ұлы жаратушының қойған белгілі заңдылықтармен жүзеге асып жатады. Барша адам бірдей бай немесе кедей болу деу, барлық адам бірдей басшы, я болмаса бәрі ер кісі немесе түгел әйел болсын дегенге саятын күлкілі жайт. Түптеп келгенде, Алла тағаланың адамға байлықтың беруі де бермеуі де игі һәм қайырлы. Адам егер берілген мал-мүлік, дүниені жақсы жолда жұмсап, сол байлықты берген оның шынайы иесіне үнемі шүкір етіп, кедей-кепшіктерге қол ұшын созып, ғұмырын ізгілікпен, қайырымдылықпен өрнектей білсе, онда байлық ол адам үшін әлбетте қайырлы. Алайда байлықтың буына мастанып, оны берген жаратқанды есінен тарс шығарып, не бір күнәға батып, айналасындағы кедей-кепшік мұң-мұқтаждарға мұрнын шүйіре қарап өзге байлармен бәсекелесіп, бақталасқандар үшін байлық әрдайым қатерлі. Әрі ақыреті өмірін тамақ ететіндіктерден қайырсыз. Кедейлік те дәл осылай. Егер кедей адам қара нанның өзін қадір тұтып, қара суды қанағат ететін, иман нұрына шомған жан болса, кедейлік мұндай адам үшін қайырлы. Өзінің әлсіздігін түсініп, ұлы жаратушысына деген мұқтажын әр сәт естен шығармауға итермелейтін кедейшілікті қалай ғана қайырсыз дей аламыз. Иманды жан ұлы иесіне неге кедейлікті бердің деп шағым жасауы бұлай тұрсын. Маған байлық бергеніңде бәлкім сол байлықтың буына мастанып, сені естен шығарып, саған деген мұқтаждығымды қазіргідей сезінбес едім деп кедейліктен сынаған Раббысына шүкір етеді. Кедейлікті әрдайым Раббысы тарапынан тарту етілген сансыз сауаптың қазынасы мен мәңгілік байлықтың қайнар көзі деп біледі. Себебі кедейлігіне сабыр етіп, шүкір ете білген жан Раббысының ризашылығына бөленіп, ақыретте мәңгілік бақытқа кенеледі. Ал керісінше, жүрегі иманмен нұрланбаған жандар үшін кедейлікте қайырсыз. Күн сайын байлардың байлығына қызыға қарап, өзі ондай мал-мүлікке ие болмағандықтан ішін қызғаныш өрті шалып, үнемі өзгелердің ақшасын сырттай санап әуре болады. Мұндай жандар уақыт өте келе Раббысына қарсы шығып, күпірліктің тас түнегінен бір-ақ шығады. Сөйтіп, кедейлік сынына сүріне құлап, ақыретінде ойран етеді. Міне, ұлы жаратушының байлығы да, кедейлігі де адамдар үшін сынақ. Байлықты да, кедейлікті де жақсы жаман дей алмаймыз. Өйткені бұлардың қайырлы яки қайырсыз болуы адамның өзіне байланысты.